Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен ошақта піскен өте дәмді қуырдақ дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ет қажет. Етті осындай ұсақ бөлшектерге бөліп турадым. Дәл бейнероликтегідей турасаңыздар болады. Және жуа. 2 жуаны алып осындай ұзыншалап турадым. Картопты үлкен ғып турадым. Сұйық майымызды қыздырып отырып, сұйық майға 5-6 жуамызды саламыз. Жуамыз қызарып қуырылған соң, жуаның барлығын алып тастап, етімізді ақырындап салып отырамыз. Етіміздің барлығын салып болғаннан кейін, оны астынан үстінен астына жақсылап араластырамыз. Ешқандай да су құймаймыз, еттің өзінің сөлі бөлініп, суы шығады. Және де оның үстіне жуамызды салдым. Жуамызды салған соң тұзымызды және дәміне қарай қарабұршымызды септім. Міне су құйылмаған еттің сөлі 40 қабат осындай бөлшектерге бөліп, еттің үстіне салып қойдым. Еттің үстіне салып қойдымда 40 минут бұқтырып қойдым. Картопымызды бағанағындай үлкен бөлшектермен бөліп сала салдым. Картоп салынған соң 50 минут тұруы қажет. Міне біздің қуырдағымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, тіл үйіреді. Осылай табақтарға салып тартсаңыздар болады. Үстіне жуаны домалақтап турадым. Дәмі тіл үйіреді, жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.